Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, сіздермен сымбат самат. Бүгінгі тақырып present simple, ағылшын тіліндегі осы шақ. Present simple әдеттерді, жалпы шындықты, қайталанатын әрекеттер немесе өзгермейтін жағдайларды, эмоциялар мен тілектерді білдіру үшін қолданылады. Мысалы, they read a lot, олар көп оқиды. Әдетке айналған күнделікті қайталанатын іс-әрекет. I like an ice cream, мен балмұздақты ұнатамын. Адам туралы жалпы шындық. Present Simple'да етістік негізінен өзінің бастапқы формасында, яғни инфинитив түрінде түседі. Мысалы, I, we, you, they есімдіктермен бірге олар бастапқы формада болады. Мысалы, I read, we like, you work, they live, I watch, we do, you have. Ал жекеше түрдегі үшінші жақта, яғни he, she, it кезінде етістікке s жалғанады. Мысалы, he reads, she likes, it works, he lives, she watches, it does, he has. Жекеше түрдегі үшінші жақта тек he, she, it есімдіктері ғана емес, іс-әрекет иесі ретінде менің әкем, сенің анаң, оның досы, менің ағылшын тілі мұғалімім, сенің математика мұғалімің, оның тәрбиешісі деген сияқты сөз тіркестері де болуы мүмкін. Мысалдарға назар аударайық. He works, she lives, it rains. I work in a shop. Мен дүкенде жұмыс жасаймын. My brother works in a bank. Менің ағам банкте жұмыс жасайды. Қарасақ, my brother бұл жерде жекеше түрдегі үшінші жақ. Сондықтан оның етістігіне s жалғанады. My brother work болмайды. My brother works in a bank болады. Lucy lives in London. Lucy Лондонда тұрады. Бұл жерде жекеше түрдегі үшінші жақ болғандықтан етістікке s жалғанған. Her parents live in Scotland. Оның ата-анасы Шотландияда тұрады. Бұл жерде көпше түрдегі үшінші жақ болғандықтан етістік өзінің бастапқы формасында түседі. It rains a lot in winter. Қыста көп жаңбыр жауады. Жекеше түрдегі үшінші жақ болғандықтан етістікке s жалғанған. Бар болу, ие болу деген мағынаны білдіретін have етістігі жекеше түрдегі үшінші жақта have болмайды, has болып өзгеріп кетеді. Мысалға назар аударайық. Joe has a shower every day. Joe күнде душ қабылдайды. Яғни to have a shower деген душ қабылдау деген етістік үшінші жақ жекеше түрге түскенде ол Joe has болмайды, Joe has болады. Бұл s жалғауының өзінің жалғану ерекшеліктері де бар. Атап өтетін болсақ, егер етістігіміз s, sh, ch әріптермен аяқталатын болса, онда оған жекеше түрдегі үшінші жақта дегенде біз жай ғана s емес, es жалғауын жалғаймыз. Мысалы, pass, passes, finish, finishes, watch, watches. Ал егер етістігіміз y әрпімен аяқталатын болса, оны жекеше түрдегі үшінші жақта дегенде s жалғағанда, оның соңғы әріптері ies болып өзгереді. Мысалы, study, studies, try, tries. Сонымен қатар do, go етістіктеріне жекеше түрдегі үшінші жақта жіктелгенде es жалғауы жалғанады. Мысалы, do, does, go, goes. Бір қатар мысалдарға назар аударайық. I like big cities. Мен үлкен қалаларды жақсы көремін. Your English is good. You speak very well. Сенің ағылшының жақсы. Сен өте жақсы сөйлейсің. Tom works very hard. He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the morning. Том тынбай еңбектенеді. Ол 7:30-да бастап, кешкі сағат 8-де жұмысын аяқтайды. We do a lot of different things in our free time. Біз бос уақытымызда көптеген істермен айналысамыз. Present Simple'дың мезгілді білдіретін көмекші сөздері бар. Олар always, never, often, usually, sometimes. Яғни осы сөздер және плюс Present Simple жүреді сөйлемде. Мысалдарға қарайық. Sue always gets to work early. Sue әрқашан жұмысқа ерте барады. Sue gets always емес, Sue always gets. Яғни мезгілді білдіретін көмекші сөз және содан кейін ғана Present Simple'дағы етістік түседі. Келесі мысал. I never eat breakfast. Мен ешқашан таңғы ас ішпеймін. I eat never емес, I never eat breakfast. We often go away at weekends. Біз апта соңында жиі қыдырып шығамыз. We go often емес, we go away at weekends often емес, we often go.
Mark usually plays football on Sundays. Марк әдетте жексенбі күндері футбол ойнайды. I sometimes walk to work but not very often. Мен кейде жұмысқа жаяу барамын, бірақ жиі емес. Яғни бұл жерде назар аударсақ, мезгіл үстеуінен кейін ғана present simple'дағы етістік түседі. Present simple'дағы болымсыз сөйлем do көмекші етістік арқылы жасалады, оған not сөзін жалғаймыз. Яғни do not, does not plus етістік. Мысалы, she doesn't drink coffee. Ол кофе ішпейді. I don't like my job. Мен жұмысымды жақсы көрмеймін. Қай кезде do not, қай кезде does not'ты қою керектігін ажырату үшін мына кестеге назар аударайық. Яғни қараңыз, мысалы I, we, you, they-да етістік инфинитив күйінде түседі, he, she, it-та s жалғанады. Болымсыз сөйлем жасағанда I, you, we, they-да don't түседі, ал қайсы етістіктерді біз s-пен жасадық, солардың болымсыз түрінде does түседі. Яғни ол s көмекші do етістігіне кетіп қалады. Сонда I don't work, you don't like, we don't do, they don't have болады. Ал he, she, it-та doesn't work, doesn't like, doesn't do, doesn't have болады. Мысалдарға назар аударайық. I drink coffee, but I don't drink tea. Мен кофе ішемін, бірақ шай ішпеймін. Sue drinks tea, but she doesn't drink coffee. Sue шай ішеді, бірақ ол кофе ішпейді. You don't work very hard. Сен қатты жұмыс жасамайсың. We don't watch TV very often. Біз телевизорды жиі көрмейміз. The weather is usually nice. It doesn't rain very often. Ауа райы әдетте жақсы. Жаңбыр жиі жаумайды. Осы соңғы мысалға мұқият қарауыңызды сұраймын. Sam and Chris don't know many people. Сэм мен Крис көп адамды білмейді. Бұл жерде біз Крис дегенді көріп, оны жекеше түрдегі үшінші жаққа қойып қоюымыз мүмкін, doesn't know деп. Бірақ қараймыз, Sam and Chris олар екі адам, яғни олар дегенді меңзеп тұрады, олар көпшілікті білдіреді. Сондықтан do not көмекші етістігін қоямыз. Болымсыз сөйлемде don't, doesn't көмекші етістіктерінен кейін инфинитив, яғни етістіктің өзі түседі. Ешқандай да s, ешнәрсе жалғамаймыз. Себебі ол s уже does деген көмекші етістікте кетіп қалды. I don't like washing the car. I don't do it very often. Sarah speaks Spanish, but she doesn't speak Italian. Doesn't speak емес, doesn't speak. Яғни speak деген етістікте уже s жоқ. David doesn't do his job very well. David doesn't his job емес, doesn't-тан кейін міндетті түрде етістік келеді. Doesn't do. Paula doesn't usually have breakfast. Paula doesn't usually has емес, doesn't have. Келесі бізде present simple questions, осы шақтағы сұрақтар. Do you play the guitar? Сен гитарада ойнайсың ба? Осы шақтағы сұраулы сөйлемдерді жасау үшін біз do, does көмекші етістіктерін тағы да пайдаланамыз. Бірінші кестеде бізде өзіміз білетін ақпарат I, we, you, they кезінде етістіктің өзі түседі, ал he, she, it-та етістікке s жалғаймыз деген ақпарат. Келесі кестеге назар аударатын болсақ, сұраулы сөйлем жасаған кезде do, does көмекші етістіктері сөйлемнің басына келеді. Және одан кейін іс-әрекет иесі, содан кейін іс-әрекет иесінен кейін етістік түседі. Мысалы, do I work? Do you like? Do we do? Do they have? Ал he, she, it бізде does көмекші етістігін пайдаланады. Does he work? Does she like? Does it do? Демек, сұраулы сөйлемде реттілік қандай? Назар аударамыз. Do, does көмекші етістіктермен басталады. Одан кейін іс-әрекет иесі, одан кейін етістік түседі. Мысалы, do you play the guitar? Do your friends live near here? Does Chris work on Sundays? Назар аударамыз. Does Chris work? Work етістіктің соңында s жоқ. Яғни, does Chris works емес, does Chris work on Sundays? S әрпі уже бізде does-ға кетіп қалып тұр. Does it rain a lot here? Ал егер қайда, неге, кім, қашан деген арнайы сұрақ сөздер болатын болса, онда олар do, does көмекші
сөздерінің алдына, сөйлемнің ең басына келіп түседі. Мысалы, where do your parents live? How often do you wash your hair? What does this word mean? How much does it cost to fly to Rome? Яғни іс-әрекет иесіне қараймыз. Егер ол үшінші жақ жекеше түрде тұрған сөздер болатын болса, онда біз does'ды қоямыз. Мысалы, he, she, it болуы мүмкін, немесе менің ағам, сенің әпкең, оның досы, менің мұғалімім және тағы да басқа, немесе адам аттары болуы мүмкін. Том, Сьюзи, Арман, Айсана, мысалы тағы да басқалары. Ал егер көпше түрдегі сөздер, немесе I, you сияқты есімдіктер болса, we сияқты есімдіктер болса, онда біз do'ды қоямыз. Егер сұраулы сөйлемде always немесе usually көмекші сөздері болатын болса, онда ол іс-әрекет иесі мен етістіктің ортасына келіп түседі. Мысалы, does Chris always work on Sundays? Яғни always көмекші сөзі work етістігінің алдына келіп түскен. Келесі мысал, what do you usually do at weekends? Яғни usually көмекші сөзі do етістігінің алдына келіп түскен. Бұл жерде мысал қараңыз, екі do етістігі берілген. What do дегендегі do ол көмекші етістік, ал usually do дегенде ол негізгі етістік, жасау деген мағынаны білдіреді. Ағылшын тілінде осындай бір қызық сұрақ бар. What do you do деген, яғни не істейсің, қандай жұмыс істейсің деген сұрақ. What do you do? I work in a bank. Осы жақтағы сұраулы сөйлемдерге жауап беруді үйренейік. Short answers, қысқа жауаптар. Yes, I, we, you, they болса do болады. Yes, he, she, it болса does болады. No болатын болса I, we, you, they don't болады. He, she, it болса doesn't болады. Мысалы қараймыз. Сізден сұрайды, do you play the guitar? Гитарада ойнайсың ба дейді. Егер сіз я мен ойнаймын десеңіз, онда yes, I do деп жауап бересіз. Ал егер жоқ мен ойнамаймын десеңіз, онда no, I don't деп жауап бересіз. Do your parents speak English? Сенің ата-анаң ағылшынша сөйлей ме? Yes, they do. Я, олар сөйлейді. No, they don't. Жоқ, олар сөйлемейді. Does your sister live in London? Does your sister? Your sister ол жекеше түрдегі үшінші жақ болғандықтан біздің сұраулы сөйлеміміз does көмекші етістігімен басталып тұр. Егер я ол Лондонда тұрады болса, yes, she does деп жауап береміз. Егер жоқ ол тұрмайды десеңіз, no, she doesn't деп жауап бересіз. Present Simple тақырыбы аяқталды. Егер біліміңізді сынап көргіңіз келсе, каналдағы Test Yourself Present Simple тестін орындасаңыз болады. Видеоға лайк қойып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.